Құрметті студенттер, құрметті оқушылар, және бүгінгі үлкен алқалы мәжіліске, ғылыми мәжіліске қатысып отырған біздің қалалық ұйымдар мен мекемелерге келген қонақтарымыз. Өздеріңіз білесіздер, биылғы жыл үлкен торқалы той жылы, үлкен тарихымызда орын алатын кәдімгідей беті бар, жарқын жолы бар жыл. Ол қазақ елінің, қазақ хандығының, қазақ мемлекеттілігінің 550 жылдығы. Соған байланысты республикалық көлемде облыс, аудан, елді мекендер көлемінде ғылыми алқалы жиналыстар, кездесулер, экскурсиялар, экспедициялар, археологиялық қазба жұмыстары, ғылыми үлкен еңбектер жарияланып, қазір соның аясында көптеген іс-шаралар атқарылып жатыр. Кеше ғана өздеріңіз білесіздер, 3 күн бойы Астана қаласында осы еліміздің 550 жылдығына байланысты шет елден қонақтар келіп, қаншама елдің делегациялар келді, бірқатар елдердің президенттері келіп, осы елбасы басқарған үлкен конференция өтті. Оны көріп та, оқып та, біліп жүрсіздер. Соған байланысты біздің университетімізде де біраз шаралар болып жатыр көктемнен бері. Бірақ біздің мақсатымыз биылғы жылы бізге университетімізге көп серпін бағдарламасы бойынша жалпы бірінші курсқа көптеген студенттер келіп жатыр, жастар келіп жатыр. Сондықтан да осы балаларға осы қазақ хандығының 550 жылдығы өтіп жатыр ғой, той өтіп жатыр. Бірақ соның мақсаты қандай алдында міндеттер қойылып жатыр, оны жастар түсініп жатыр ма, қандай бағытта біз жұмыс істеп жатырмыз, елбасымыз қандай рухани құндылықтарды біздің бойымызға, жастардың бойына сіңіріп жатыр. Сондықтан да осыған байланысты тарихшылар және біздің университетіміздің ғылыми бөлімі бар үлкен бүгінгі студент конференцияны ұйымдастырып жатырмыз. Бұл конференциямен студенттермен осындай үлкен торқалы тоймен, тарихтың үлкен бетімен таныстыру шектелмейді. Тарихшы маман мұғалімдер әрбір аудиторияда, әрбір топтарда Қазақстан тарихының көлемінде лекциялар оқиды, семинарлар оқиды. Қала, облыс көлемінде әлі бұндай шаралар жалғасып жатыр. Сондықтан да енді бізде жоспарымыз бойынша 5 баяндама бар екен. Сосын біздің студенттердің құттықтаулары бар. Енді бәрі регламент бойынша сол 1 сағат 10 минуттың көлемінде бітіруге тырысамыз. Жақсы ма? Яғни баяндамашыларға 5-7 минут, ал енді одан кейін резолюция оқылады. Міне кітап көрмесі ұйымдастырылды. Рұқсат болса енді мен біздің ректорымыз профессор Әбжаппарұлы қазір іс-сапарда жүр. Сол кісінің құттықтауын оқып жіберсем, е? Құрметті қауым, баршаңызды қазақ хандығының 550 жылдығымен құттықтаймын. Әлемнің саяси картасында 5000 тілде сөйлейтін 200-ге жуық мемлекет орналасқан. Соның ішінде сан жылдар бойы тәуелсіздік пен азаттықты армандап, отаршылдық езгі мен тоталитарлық тәртіптің азабын кешіп, тар жол тайғақ кешіруді басынан өткізген қазақ халқы да бар. Халқымыздың тәуелсіздік жолы қиын қыстау кезеңдерге толы. Ата-бабамыз қасіретті жылдар мен қанды қырғын оқиғаларды басынан өткерді. Сондықтан да ел тарихындағы маңызды әрі шешуші белестерді заман талабына сай ақиқатты түрде зерттеу, және оны халықтың санасына дұрыс жеткізу тәуелсіз ел тарихшыларының алдында тұрған өзекті мәселелердің бірі. Қазақстан бәсекеге қабілетті мемлекет ретінде жарқын болашаққа ұмтылуда. Осы кезде біз төл тарихымызды сақтап қалуымыз керек. Еуразия даласында көшпелі өркениеттің бесігін тербеткен түркі тайпаларының тарихын қалпына келтіруге тиіспіз. Өйткені қазақ халқының тарихы өз бастауын сол байырғы заманнан алады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев осыған қатысты өзінің тарих толқынында деп аталатын еңбегінде былай деп жазады. Мұнда Иран басқыншыларының ұлы Ескендір Зұлқарнайын армиясының шабуылдарына тойтарыс беріп тоқтатқан мемлекеттер пайда болды. Мұнда адам мен ат одағы құрылып, соның арқасында түркілер мен басқа да көшпелі халықтар сол кезде әлемнің тең жартысын тізе бүктіріп бағындыра білді, және оның қалған бөлігі Батыс Европа мен Қытайды үрейлі қорқыныштан көз аштырмады. Мұнда Ертістің, Іленің, Сырдарияның, Жайықтың және Еділдің жағалауларында орасан зор империялардың
ғұндардың, түркі қағанаттарының, қарлық мемлекеттерінің, моңғол хандары мен олардың мұрагер ұлыстарының ғажайып астаналары пайда болды. Шындығында қазақ этносы ғасырлар бойы қалыптасқан, ол осы жерге отаршылдық немесе басқыншылық жолмен келмеген. Қазақтар бұл жердің автохтонды, яғни жергілікті түпкілікті иелері болып табылады. Қазақтардың тарихи тек тамыры мейлінше тереңде. Ондай тек тамыр алғашқы қазақ хандығы құрылған кезеңмен әсте шектелмейді. Қазақтардың тарихи тұрақтылығы, төл этногенетикалық аумағына бауыр басуы әртүрлі тарихи кезеңдерде айрықша рөл атқарған. Барша қазақты атамекенінен күндік үзуге мәжбүрлейтін күш демографиялық та, мәдени тұрғыдан да нәтиже бермейді. Сондықтан қазақ хандығының құрылуында этникалық алғышарттар маңызды рөл атқарған. Кез келген мемлекет белгілі бір этностың әлеуметтік территориялық ұйымы және қоғамның ішкі және сыртқы қатынастарын реттейтін басқару жүйесі болғандықтан этнос мемлекет бір-біріне етене тығыз ұғым болып саналады. Қарапайым тілмен айтсақ, мемлекетті этностар туғызады, ал мемлекеттер этностың дамуына, өркендеуіне жағдай жасайды. Осы қағиданы қазақ халқы мен қазақ хандығын қолданып көрсек, онда қазақ хандығын дүниеге әкелген қазақ этносы болып шығады. Құрметті қауым, сөзімізді қорытындылай келе, көне дәуірлерден басталатын төл тарихымызды тәуелсіздіктің алтын тұғыры дәуірінде де бекіте түсіп, келешекте әлемнің алдын қатарлы дамыған мемлекеттер қатарынан көріне беруімізді қалаймыз. Құрметті ректор Әбдімұталап Әбжаппарұлы, рахмет. Құрметті студенттер, енді біздің басты мақсатымыз әрбір осындай өткізген мәжілістің, ғылыми алқалы отырыстың өзінің бір мақсаты болады. Егер бүгінгі біздің студент конференциядан сіздер өздеріңіздің жүректеріңізге, түйсіктеріңізге бір пікір алып, әсер алып, кәдімгідей халқымыз туралы, мемлекет туралы, біздің өткеніміз туралы, мәдениетіміз туралы, жаңағы жүректі ұялатқан бір жақсы сезімдер қалыптасса, сол туралы жақсы ойлар алсаңыздар, біз ойлаймыз, біздің мақсатымызға жеттік деп. Бұл кезекті бір конференция, не болмаса сіздердің бастарыңызды қосып өткізіп жатқан шу, не болмаса флешмоб, андай-мындай емес, бұл нағыз керек өзімізге. Ертең еліміз үшін, жеріміз үшін мақтанатындай жастар тәрбиелеуге қажетті керекті шара деп ойлаймыз. Сондықтан да мақсатымызға жетсек, бұл ең біздің түпкі арманымыз болып табылады, және мұндай шараларды біз жалғаса береміз деген ойдамыз. Енді бүгінгі шараға көп, бүгінгі шараға Қазақстан тарихының кафедрасының мұғалімдері, одан кейін бар профессор, балалар біле қоймайтын шығар, естігендеріңіз бар шығар. Тарих ғылымдарының докторы, профессор Қазжан Кабиденұлы Абуев, мінекей ақта қалғанымыз отыр. Сөз береміз, кеше ғана елбасы басқарған үлкен жиылысқа барып келіп, соның қайнаған ортасында болып, өз көрімен осы үлкен тойды шетелдегі делегациялармен бірге басынан өткізді. Сонымен қатар мінекей біздің өрлеу мұғалімдер жетілдіру институтының маманы, өзіміздің тарихшы, біздің әріптесіміз Уәлиев Серік Сұлтанбекұлы отыр. Университеттің оқытушылық профессор құрамының өкілдері айтып отырмыз. Сондықтан да келесі сөзді Қадеке өзіңізге берсек, Қадеке Кабиденұлы, мінекей бұл жерде негізінен бірінші курс Серіктің балалары, өзіміздің түскен осы өңірдің балалары бар. Мен ойлаймын, осы сіздің елордада көргеніңіз, білгеніңіз, телевизиядан бәрін көріп жатырмыз жоқ, бірақ та сіз көзбен көріп келдіңіз ғой. Соны айтып жіберсеңіз. Құрметті біздің шәкірттер, студенттер, аса қадірлі әріптестер, қонақтар, бүгін біздің университетте осындай үлкен іс-шара болып жатыр. Ол осы торқалы тойға, мерейлі тойға арналған Қазақстан қазақ хандығының 550 жылына арналған. Биылғы жыл 2015 жыл осындай мерейлі жыл болып отыр. Өзі жақында ғана атап өттік, Отан соғысының
жеңісіне 70 жылдығын атадық. Біздің Конституцияның биыл неше жыл болды дедік? 20 жыл, ассамблеяның сондай тойлар. Сонымен қатар бізді Қазақстанда жеке тұлғалар, соның ішінде атап айтқанда мынау биыл Шоқан, біздің университетіміз Шоқан Уәлиханов атындағы ұлы жерлесіміз, дана сондай осы тарихшы, этнограф Шоқан Уәлихановтың туғанына 180 жыл. Кстати, соған байланысты кешегені ақпарат хат келіп отыр. Қараша айының басында Мәскеу Ломоносов атындағы Мәскеу университетінде Шоқанның 180 жылдығына арналған шығыстану институты бәрі Мәскеуде конференция өткізбекшіміз. Міне осындай біздің бәріңіз де естідіңіздер, білесіздер, ұлы Абайдың туғанына биыл неше жыл болды? 170 жыл. Тағы да осындай мынау біздің Көкше жерінен шыққан ұлы тұлға Мәлік Ғабдуллиннің 100 жылдығы. 100 жылдығын атап өтпекшіміз. Сонымен қатар міне осы екі күннен кейін мынау Ильяс Есенберлин деген заңғар жазушы, ұлт мақтанышы, көшпенділер трилогиясының авторы Ильяс Есенберлиннің 100 жылдығы. Осындай енді біздің бүгінгі арнайы конференция жүргізіп отырған тақырып Қазақ хандығының 550 жылдығы. Бұл дегеніңіз мәселе өте күрделі нәрсе. Кешегені жаңа Ясылбаевич айтқандай, осы айдың 11 күні Астанада үлкен іс-шара болып өтті. Тәуелсіздік сарайында президент қатынасқан салтанатты кездесу болды, отырыс болды. Одан кейін Назарбаев университетінде үлкен конференция, ғылыми конференция болды. Соған жер-жерден 26 мемлекеттің ғалымдары келді. Соның ішінде Америкадан, Еуропаның көптеген елдерін, Қытайдан, Ресейден, басқа да мемлекеттерден келген. Соны мен бүгін ала келуімді көрсету үлкен материалы болып, менің қарсаңымда жариялап қойыпты. Соның ішінде менің көлемді мақалам Қазақ хандығының іргетасын қалаушы Әз Жәнібек пен Керей Сұлтан деген мақалам жарық көрді. Мен осы мынау бүгінгі жарияланған жоспарда жарияланған Қазақстан президент Казахстана об итогах государственности казахов жазып қойыпты, қателесіп. Об итогах емес, об истоках. Истоки государственности казахов. Бұл мәселе тек қана мынау жай танымдық қана мәселе емес, бұл мәселе саяси неге ұласы, саяси мағынада болып отыр. Өйткені біздің солтүстіктегі Қазақстанның стратегиялық әріптесі деп аталатын Ресейдің басшыларының біразы Қазақстан жерінде бұрын соңды мемлекет болмаған
тек қана Назарбаев қана мына осындай феноменалдық мемлекет құрды деген сөз. Оның астарында не жатқанын сіздер түсінесіздер. Жалғыз ол емес енді көптеген осы сонымен қатар мынау біз жастарды, өскелең ұрпақты ізгілікке, елін сүйіп, соған қызмет ететін сондай тұрғыдан тәрбиелеу. Сол біздің ұлы бабаларымыз сияқты болып, Абай атамыз айтқандай, болмасаң да болып бақ дейді. Сондай шоқандай болып, шоқандай Абайдай адамдар жүздер жылдап туатын адам ғой. Бірақ сондай, дәл сондай болмағанмен соларға ұқсап, соларға қарап, ақыл орнықтырып, бой түзесеңіздер, сіздер сонда соған бір рухани серпіліс береді деген біздің мақсатымыз осындай іс-шара өткізіп отырғанымыз. Енді президент мынау қазақтың қасиетті Ұлытау қай жерде екенін білесіздер ме? Ұлытау қандай? Қазақстанның қай өңірінде? Орталық Қазақстанда ғой, сол Ұлытаудың қиясында отырып, мынау хабар арнасына берген сұхбатында президент былай дейді: Қазақстан жерінде мемлекеттік тек қана осы 550 жылдық ғана шеңберінде ғана емес, ол тереңде жатыр. Қазақ мемлекеті деген түсінік бар. Мемлекеттік деген, мемлекеттігіміз біздің жерде 3000 жылдан асып түседі. Сонау сақ заманынан бастап. Мемлекеттік деген не нәрсе? Қашан пайда болады мемлекет? Мемлекеттік ол мынау әлеуметтік әркелкілігі, социальный неравенство дейді. Сондай таптарға бөлінген, сол кезде мемлекеттік болады, мемлекеттік. Міне, білесіздер, Қазақстан жерінде бірнеше алтын адам деген білесіздер ғой қандай? Қай жерден табылды? Ол ісі қорғаннан табылды, білесіздер, Ақышық деген археологтың тапқан. Сол алтын 4000-нан артық қаптырмалар нелерден тұратын керемет бұл әлемде кездеспейтін осындай ескерткіш. Сол артефакт. Сондай кез келген адам осындай алтын киіне ме? Кімде болады ондай кейін? Ел билеген адам. Ал ел билеген адам болса, ел билеген, ол мемлекеттік деген, ол мемлекеттіктің нысаны. Сон президент айтады, біздің мемлекеттік Қазақстанның сонау тереңге кетеді. Сақ заманынан, одан кейін кезең ғұндар мемлекеттілігі. Ғұндар мынау Қытайдың солтүстігінде жайғасқан, Қазақстанға қатынасып, ол жақтан Қытайдан ығысып, қазақ жеріне басып өтті. Біздің ардынды. Одан кейінгі мынау түрік-моңғол, түрік әдемі, түрік өркениеті. Ол түріктің арғы прото-түрік дегеніміз, сол неден ғұн мемлекеттігінен шыққан, ғұндардан шыққан. Ұлы шығыстың ұлы ақыны Мағжан Жұмабаев айтады, отты күннен ғұндар отқа табынған, күнге табынған. Отты күннен ғұн туған, отты ғұннан от болып ойнап мен туғам дейді. Ол нені айтады? Ол біздің түп тамырымыз, біздің арғы жағы сол ғұн этносынан содан бері қарай келгенін айтады. Енді сол ғұндардың бір бөлігі Ашина деген, содан қысқаша айтқанда сол біздің
эраның 6 ғасырдың орта кезінде осы Алтайда түрік мемлекеті пайда болды. Дүние жүзінде кездеспейтін көп алып даланы алып жатқан түрік қағанаты дүниеге келді. Содан кейін ол түріктермен жоспарлас жатқан моңғолдар, білесіздер, моңғолдардың тарихын, оның көсемі кім болды? Шыңғыс хан болды. Тығыз байланысты Шыңғыс ханды хан көтерген әуелде. Заманда хан көтерген сол қазақ халқының құрамындағы Кедей, Найман, Уақ, Қоңырат, солар Шыңғысты хан көтерген. Сол біздің жерде, біздің өлкені алып жатқан Алтын Орда заманы. Сол Алтын Ордадан құлдырағаннан кейін Алтын Орданың шеңберінде көптеген мемлекеттер пайда болды. Соның бірі Ноғай Ордасы, Моғолстан, Қазан хандығы, Сібір хандығы, Қазақ хандығы. Қазақ хандығы кейінірек, оның алдында одан бөліп шыққан Ақ Орда деген. Ақ Орда, содан Әбілқайыр хандығы. Әбілқайыр хандығы Қазақстан жерінің жалпы Балқаштан сонау Еділге шекем алып жатқан үлкен мемлекет болды. Міне сол Әбілқайыр хандығынан бөлініп 1459 жылы Шыңғыс нәсілінен Орыс хан, Ақ Орданың ұлы ханы Орыс ханның шөбересі Әз Жәнібек хан. Оның шатыдан қосылатын ағайыны Керей сұлтан. Екеуі Әбілқайыр хандығынан бөлініп Моғолстанға бет бұрып, Моғолстан ханы Есенбұғаның жер сұрап, сол батыс Жетісуда Қозыбасы деген жерде, қазіргі Жамбыл облысы Қордай ауданында сол жерде олар мемлекеттік туын көтерді. Міне Қазақ хандығының бұл мәселе өзі әртүрлі пікір туғызатын, кейбіреулер айтып жүрді. Бұл Қазақ хандығы 1471 жылы пайда болды. Тағы біреу 79 жылы деп айтады. Енді біреулері тіпті 16 ғасырдың басында деп. Міне осы президенттің Алматы Астана әкімшілігінің аппаратымен кездесуінде биылғы жылы маусым айында, май айында сонда кездескенде бірінші рет осы мәселені айтып, биылғы жылы Қазақ хандығының орныққанына 550 жыл. Соны жақсылап тойлауымыз керек деген. Міне осыдан кейін бүкіл Қазақстанның 14 облысында, үлкен қалаларында көптеген іс-шаралар жүргізілді. Көптеген іс-шаралар. Соның нәтижесі келіп, мынау Астанада осындай үлкен іс-шаралар өткізілді. Енді кезек мынау келесі айдың 9-ында сол Қазақ хандығының құрылған жері, мынау қазіргі Жамбыл облысы, Тараз қаласында үлкен тағы да жалғасын тауып, сол жерде осы бүкіл Қазақстанның облыстарынан, қалаларынан өкілдері келіп, сол жерде біз тағы да тойламақшымыз. Міне осындай президенттің айтып отырғаны еді осы мәселе бойынша біздің жастар өзінің төл тарихын, Қазақстанның тарихын жақсы білу керек дейді.
бұл қазақстандық патриотизмді орнықтырудың бірден бір жолы осы тарихты білу. Бұл қазақ жастары болсын, Қазақстанның басқа да ұлттардың өкілдері жастары болсын, бәрі қазақстандықтардың бәрі азаматтар өз төл тарихын білуге тиісті. Осыған байланысты мен ойлаймын, осы бұл іс-шара, бұл конференциялар, бұл іс-шаралар бәрі де біздің халқымызға, әсіресе жастарымға, студенттерге рухани серпіліс береді деп. Отан сүйгіштікке тағы да бір терең үңіліп, біз сол ұлы даланың, ұлы дала деп отырмыз, президенттің осы кешегі кездесуде айтқан сөзін бәріңіз де естіген шығарсыздар. Көптеген мемлекеттерде екі аты болады дейді. Мынау Қытайды алып қарасаң, Қытайдан өзінің Қытай халық республикасынан басқа қандай аты бар? Поднебесный дейді, аспан астындағы мемлекет деген өздерін атайды. Сондай аттар Японияда бар. Мынау Шығыс Кореяда, Южная Кореяда государство утренней росы дейді, восходящего солнца деген сондай аттар бар. Енді біздің елімізді қалай деп атады президент? Ұлы дала елі деп, да? Ұлы дала елі деп. Иә, сол осындай мінекей біз ұлы мемлекеттің, ұлы тарихи тұлғалардың мұрагеріміз, солардың жалғасымыз. Бізге қазіргі президенттің айтқан ұлт идеясы қандай идея, ұлттық идея болып қалады деді. Ол мәңгілік ел. Бұл түрік заманында Тони Кук деген мынау біздің ұлы қағандардың сонда кеңесшісі болған Тони Кук деген. Соның айтқан идеясы осы мәңгілік ел. Мінекей біздің еліміз мәңгілік болсын, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Біздің жастарымыз сол ұлы даланың ұлы билеушілері, хандары, ұлы Абай сияқты, Шоқан сияқты сондай отаны сүйген жастар болып тәрбиеленсін деген біздің тілегіміз. Еліміз, жұртымыз аман болсын. Сіздер сондай дәрежеде өздеріңіздің ұлы мемлекеттің нәсілдері екеніңізді, ұлы адамдардың нәсілдері екеніңізді, мұрагер екендеріңізді ұмытпаңыздар. Соларға лайықты сондай азамат болып, білім алып, жақсы тәрбиеленіп, сондай маман болыңыздар. Рахмет. Құрметті конференция қатысушылар, сұрақтарыңыз болса ауызша, не болмаса жазбаша түрде халыққа берулеріңізге болады. Енді бұл жерде Қазақстан тарихы жалпы мен өзім лекция оқитын топтарға айтып кеттім. Биылғы бірінші курс, бұл жерде негізінен бірінші курстың балалары отыр. Сондықтан да Қазақстан тарихынан сіздер мемлекеттік емтихан тапсырасыздар. Иә, білесіздер. Оның бағасы дипломға түсіп, оны тарихшы мұғалімдеріңіз айтқан шығар. Бұл мен сіздерге онымен қорқытайын, не болмаса ескертейін деп отырған жоқ. Мен маңыздылығын айтып отырмын. Қандай мамандық болмасын, мемлекеттік білім программасына, бағдарламасына байланысты Қазақстан тарихынан мемлекеттік емтихан тапсырады. Бірінші курста. Бұл бірден бір жалпы осындай үлкен емтихан. Соны ескере отырыңыздар. Онда осы мемлекеттік емтихан сұрақтарында міндетті түрде қазақ хандығына байланысты, 550 жылдыққа байланысты сұрақтар болады балалар. Соны ескеріп жүріңіздер. Ал енді келесі біз қонағымызға берейік. Келесі сөзді Өрлеу Ақмола облысы бойынша мұғалімдерді жетілдіру институтының филиалы, сол кафедраның аға оқытушысы, тарихшы Валиев Серік Сұлтанбекұлына берейік. Сіздерге регламент сақтаймыз. Профессорлар 10 минут, сізге 5-7 минут. Құрметті әріптестер,
бүгінгі баяндама менде орыс тілінде, сол ретінде рұқсат етсеңіздер, баяндаманы бастайын. Экономические и этнические предпосылки создания казахского ханства. В нынешнем году, вы знаете, внимание казахстанского общества сфокусировано на ряде значительных рубежных событий в истории нашей страны. Это вот 70-летие Победы, 20-летие Конституции, 20-летие Ассамблеи народа Казахстана. И вот мы осенью стали с вами отмечать 550-летие казахского ханства. В ряду вот этих событий как-то не получило общественного резонанса то, что вот сейчас сказал нам глубоко уважаемый Кадыржан Кабиденович. Значит, круглые даты, связанные с деятелями науки и культуры нашего народа. Есть рубежные события, которые формируют процесс исторического развития любого государства и народа. Наверное, для казахского народа таким рубежным моментом является создание государственности. После монгольский период, в конце 14-го, начале 15 веков, ознаменовался на территории Казахстана подъемом хозяйства, восстановлением городов по берегам рек Сырдарь, Чу, Таласа. В сознании представителей многочисленных родов и племен казахской степи не могло не зародиться в этот период представление о себе как об едином народе. В первой половине 15 века стабилизируется этнический состав племен средневекового Казахстана. Завершается процесс тюркизации монгольских племен. Происходит становление народности, за которым через несколько столетий закрепится этноним казах. Можно лишь догадываться, перед каким трудным выбором, а порой драматическим выбором стояли люди, рушились семейно-родственные связи, близкие родственники поддерживали противоборствующие династийные группы, становились врагами. Однако все это не могло стать непреодолимой преградой развернувшемуся в середине 15 века в Великой Степи процессу этнического становления казахского народа и обретения государственности. Этот процесс в равной степени связан с экономическим, социальным развитием Ак-Орды, ханства Абулхаира, Ногайской Орды и Могулистана. Они послужили базисом, основой для нового государства. Уход султана Кирея Жанибека с поддержавшими их племенами лишь ускорил процесс этногенеза казахского народа. Перекочевка Кирея Жанибека из узбекского улуса в Семиречье несомненно сыграла решающую роль в этническом становлении народа, но не в образовании самого народа, а в определении его современного названия, то есть откачевка 1459-1460 годов не определила возникновение казахской народности, а лишь ускорила уже идущий процесс его сложения. Словом, данный процесс не был ни началом, ни венцом формирования казахской народности. Но он стал одним из важных моментов этого судьбоносного явления в степных просторах Семиречья. По меткому определению известных ученых Клешторного и Султанова произошла историческая встреча формирующейся народности с будущим своим именем. Это определяющее событие и в истории самого этнонима или слова «казах». Оно из социального значения приобрело политический, этнический смысл. Конечно, этноним не возникает и не утверждается одномоментно. Необходимо время, чтобы население осознало себя единым народом. Политическое объединение Восточного Дешти Кипчака 15 века, многочисленные мелкие улусы первой четверти XIV века и крупные государства, как Ак-Орда, ханство Абулхаира, Могулистан, Ногайская Орда, имели фактически одинаковый племенной состав. В них входили в тех или иных пропорциях части одних и тех же тюркских и тюркизированных племен, почти не различавшиеся в культурно-бытовом, языковом и хозяйственном отношении.
В источниках среди подданных различных джучидов, нередко враждовавших между собой, упоминаются эмиры и беки и другие представители феодально-кочевой верхушки, родоплеменная принадлежность которых была одной и той же. Наиболее часто автор упоминает представителей таких крупных племен, как Кипчак, Найман, Конрад, Усун, Кирей, Мангут. Ибн Рузби-хан, один из самых осведомленных придворных историков Мухаммеда Шейбани, говорит, что в состав узбеков входят три народа – шейбанили, казахи и мангиты. Сторонники султанов Кирея и Жанибека в источниках именуются узбек-казахами. Парное название не должно вводить нас в заблуждение или удивлять. В эпоху Средневековья слово «казах» с нарицательным значением прилагалось к названию отдельных этнических, политических и тому подобных групп, и даже к собственному имени отдельных людей. Явление это было широко распространенным. В частности, были ногайские казаки, могольские, дэшские казаки, казаки эмира Танбала, Шибан казаки и тому подобное. Память об этих событиях долго сохранилась среди казахов. Согласно записям этнографа Харушкина, когда речь идет об исторических предках, казах, это в начале 20 века, говорили казахи, предки мои, начало мое узбеки. Речь идет здесь отнюдь не о сегодняшнем узбекском народе, который рассматривает эпоху, как этнос еще не сложился. Да и сам этноним узбек утвердился за частью жителей Центральной Азии только в начале 20 века. Уход Кирея и Жанибека привел к территориальному, этническому, социально-экономическому и культурно-бытовому размежеванию населения восточного Дешти-Кипчака. В свою очередь, уход Мухаммеда Шайбани со значительной частью племен Мария-Нахр сыграл решающую роль в окончательном сложении новой этнической общности казахов. Как пишет Турсун Икранович Султанов, за оставшимся кочевать в степях тюркоязычными племенами и родами, объединенными под началом потомков Джучида Урус-хана, окончательно закрепилось название казахи, а за страной Казахстан. Есть немало источников по ранней истории казахского ханства, однако эти сведения носят скорее фрагментарный характер. Наиболее значительным источником по истории казахского народа 15-16 веков является Тарих-и Рашиди Мирза Мухаммеда Хайдара Дулати. В ней дата перекочевки относится к 870 году хиджры или 1465-1466 году. Однако в этом труде не излагается история казахского народа. Там внимание сфокусировано на Могулистане. Но историография Казахстана – это отдельная тема. Как указывалось выше, основное значение для развития взаимосвязи, а следовательно и для процесса этнического развития населения Казахстана имело состояние хозяйства. Доминирование кочевого способа хозяйства сейчас, минуточку, на всей территории с имеющимися оазисами земледелия способствовало консолидации народа. Рельефно прослеживается хозяйственная связь в сообщениях историков того времени. Традиционный уклад казахского народа XVI века незначительно трансформировался вплоть до конца XIX – начала XX века. На этапе ранней истории казахского народа у истоков нового государства стояли выдающиеся личности, которые смогли не только отстоять свободу и независимость, но и цементировать народ. Вот уже более 5 веков существует этноним казах, а его носителей являются государствообразующим народом Республики Казахстан. Еще более 4,5 миллионов представителей этого этноса проживает почти в 40 странах мира. Нарушенная историческая преемственность государственности казахского народа, превратившаяся в силу драматических исторических событий, была восстановлена с обретением независимости нашей Родины. Назар Адарганзовна Рахмет, спасибо за внимание. Көп рахмет. Енді біздің жас ғалымдарымыз бар. Олардың алдында менің баяндамам бар екен. Енді мен баяндама жасамай-ақ қояйын. Көп нәрсені біздің профессор ағамыз айтып кетті. Мінекей жаңа Секең айтып кетті деген сияқты бір проблемалық мәселелерге тоқтап кетсек, оны бүкіл баяндаманы оқып шықпай-ақ қояйық. Құрметті мынау
студенттеріміз қазақ хандығына байланысты енді мәселелер көп қой, проблемалар көп. Мінекей мынау кеңес дәуірінде, совет уақытында 1870 жылдарға дейін қазақ хандығы деген сөздер мүлдем болған жоқ тарихтық оқулықтарда. Мына ағаларыңыз біледі, біз оқығанда сол СССР тарихы, КСРО дейді, Совет одағының тарихы, негізінен орыс тарихы, орыс халқының сол тарихпен өстік та, біздің қазақтың тарихын сол тарихпен байланыстырып оқытты. Негізінен сол қазақ-орыс байланыстары, Қазақстанның Ресейге өз еркімен қосылуы, қандай қазақтың тарихи проблемасы болмасын, мәселесі болмасын, Ресей тарихымен байланыстырып отырған. Сондықтан да әрине мұндай Кенесары туралы жазуға, Абылай туралы жазуға, Бөгенбай, Қабанбай, не болмаса Ақтаңдақтар, Алашорда, Ахмет, Міржақып, Әлихан туралы жазуға болмайтын еді. Болған күннің өзінде, оны жазғандардың өздеріңіз білесіңдер, не болып жатты ол? Саяси, қуғын-сүргінге ұшырап жатты, репрессияларға ұшырап жатты деген сияқты. Сондықтан да әрине тарихты жазуға үлкен мүмкіндік, бостандық алған, рухани бір тәуелсіздік алған уақытымыз, ол әрине қайтарудан басталды ғой, 86 жылдан басталды. Ең алғашқы мынау біз қарап отырсақ, оны Тахир Икрам Сұлтанов деген болған, Ленинград аспирантурасында докторлық қорғады, Алматының Талғар ауданынан. Сол ең алғашқы осы қазақ тарихына байланысты монография жазды. Кейін Пишулина деген ғалым, мінекей осы қазақ жоңғар қатынастары, қазақ хандығына байланысты бір үлкен мақалалар кетті. Одан кейін барып Қасымбаев, Атғаева, Қозыбаев сияқты үлкен ғалымдарын жазып, кейін бұл үрдіс одан ары жалғасын тауып жатты. Екіншіден енді мұнда сұрақ туы мүмкін. Неге осы жақсы осы 2015 жыл, 1465 жыл, 550 жылдық. Неге Күзай деген сияқты сұрақтар туып қалуы мүмкін? Бұл туралы дерек, өз бірақ дерек бар. Жақсы, мықты, өте мықты дерек. Ол жаңағы біздің Дулат руынан шыққан түрік тайпасының, Мұхаммед Хайдар Дулатидің қандай тарихи Рашиди еңбегінде. Сонда мықтап тұрып айтылған. Хижраның 870 жылы, мінекей 70 жылы осы Керей мен Жәнібек Моғолстанның батыс Моғолстанға қозғалысы деген жерде қазақ мемлекетінің іргетасын қалады, қазығын қақты деп. Хижраның 870 дегеніміз сол біздің жыл санауымызға келгенде арабшадан аударғанда, қазір Рим календарынан аударғанда, ол 1465 жыл күз айы болады. Ол біріншіден. Екіншіден, неге күз айы? Қазақ халқының салт дәстүрінде хан сайлау уақыты әрқашанда қай кезеңде болған? Күз айында өтіп отырған. Күз айында өтіп отырған. Өйткені жаңағы малдың жайлаудан шығып, малдың жаңағы аяқтанып, жақсылап, күйленіп деген сияқты енді күздікке көшер уақытында әрқашанда қазақ хандар құрылтай өткізіп отырған. Міне сол құрылтайда осы қазақ хандығы құрылған болып есептелді. Соны ғалымдар кейін ғылыми тұжырымға енгізді. Көрдіңіздер ме? Ғылыми тұжырым концепцияға соған енгізіп, осы бұл, яғни 550 жылдық 2015 жылы күз айында, осы қазан айында тойлануға тиіс деген сияқты. Ол әр нәрсенің кездейсоқтығы болмайды. Әр нәрсенің біздің фактілері болады. Сосын мынау, оның ақтаңдақтары көп. Соңғы кезде мынау Кенесары ханға байланысты сұрақтар көп туып жатыр. Міне, осынау 3 күн бойы да конференция болғанда Астанада. Осы Кенесары ханның басын енді басы, қазақтың соңғы ханның басы, жаңағы қырғыз манаптары Омбыға апарып, губернаторға беріп, одан кейін барып жаңағы Петербургға кетіп қалды. Бірақ соның денесі қайда деген сұрақ туады. Басы қайда, денесі бар. 2000 ана жылы мысалға, сол кездегі мәдениет министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед, Манаш Қозыбаев, сосын жаңағы Карл Байпақов деген археолог, одан кейін антрополог Оразақ Исмағұлов деген сияқты бастаған, оның ішінде Кенесарының немересі бар, Нафуза Кенесарина бастаған ғалымдар осы қырғыз жеріне барып, енді Кенесарының соңғы шайқасы қырғыз жерінде болды, білесіңдер, сол жерде қаза тапты, сол жерде мінекей сол жеңіліс тапты деген сияқты. Енді бір мезгілде 3 майданға соғысу оңай болған жоқ Кенесарыға. Орыс империясымен де, Қоқан хандығымен де, қырғыз манаптарымен деген сияқты. Міне сол жерде қаза тауып, оның басын алып кетті. Бірақ денесі ана жерде жерленді, мына жерде жерленді деп қырғыздың ақсақалдары, ғалымдар айтқан. Бірақ соны 5-6 жерден мүрдесін қазған кезде ешқандай ДНК-да оның сүйегінің Кенесарыға келетіндігін, жататындығын таба алмаған. Міне көрдіңіздер ме? Міне бұндай осындай ашылмаған мәселелер әлі көп. Қазір Қасым ханның феномені деген айтып жатыр. Ол да тарихта үлкен орын алады. Енді тапсырғанда Қасым хан туралы оқыдыңдар,
Иә, оны Мәскеуде тұрған Австрияның жаңағы императорлар тұрған осындай қазақ хандығы бар, Қасым деген хан бар деген сияқты. Ондай дүниежүзінде аналық болмаған, мұндай 1 миллион халқы бар, 300 мыңдық әскері бар. Білесіз, міне бүгін биыл мерейтойын тойлап отырмыз, өзінің алмас қылышын жазып кетті ғой. Бұл әскер емес, алмас қылыш емес па деген сияқты. Теңеулер болған, көрдіңіздер ме? Сонда расында қарап отырсақ, Қасым ханның оның жүрген саясаты өте керемет болған. Қазақ жеріне деген. Абылай ханның феномені ол тіпті бөлек, мінекей. Көрдіңіздер ме? Оны зерттей беруге болады. Осы Көкшетау жерінде Арыстан бай ақын айтқандай 48 жыл хандық құрған осы Абылай хан. Абылай хан 400-дің басын осы жерге қосқан, 4 кигіздің басын ұстаған қазақ хандар жүздерінің билерінің өкілдері деген сияқты. Міне, сондықтан қазақтың қай ханын, қай биін алсақ та үлкен тарих жатыр. 1999 жылы шеттен келген балалар көп. Біздің кезінде Көкшетау облысы, қазір солтүстік Қазақстан облысының Айыртау ауданында, мынау Айыртаудың жерінде Ағынтай батыр мен Қарасай батырға үлкен монумент, ескерткіш орнатылды. Естігендерің бар ма? Міне, амандық болса, осында 4 жыл оқисыңдар, сол жерге барып көру керек. Ол да сол қазақ жүздерінің, қазақ елдерінің, қазақ батырларының бірлігін мінекей айқындайды. 2010 жылы 5 жыл бұрын осы өздерің білесіңдер, қазір Астанада болсаңдар білесіңдер, қазақтың тұңғыш президентінің мұражайының алдында Керей мен Жәнібекке, яғни қазақ мемлекетінің негізін құрған екі ханға не орнатылды болды? Ескерткіш орнатылды. Осыдан 5 жыл бұрын. Міне, оның инициативасы, яғни осыған түрткі болған, осы идеяны қозғаған елбасымыз болатын. Сол жерде сөз сөйлеп, осы Керей мен Жәнібекке үлкен ескерткіш орнатылды. Ол да ең тарихқа құрмет. Осы бүгінгі міне ертеңгі тойлардың аясында тағы да біраз ескерткіштер ашылып жатыр. Жамбыл облысында мысалы Саурық батыр мен Сұраншы батырларға ескерткіштер ашылды. Көрдіңіздер ме? Басқа жақта да осылар қолға алынып жатыр. Көптеген архивтер дүниеге келіп жатыр. Фромаура деген мынау Венециан монархының үлкен картасы табылды. Онда сол 1450-60 жылдардың картасы. Сонда қарап отырсақ, қыпшақтар, қазақтар деген сияқты сол картада үлкен сол кездегі Венецияның картасында қазақтар туралы мінекей мәліметтер бар. Одан басқа да мінекей Қытайдан да, Орта Азиядан да, Батыс Еуропадан да көп мәліметтер жәдігерлер келіп жатыр. Бірақ проблема әрине ол біріншіден тарихшы болу, екіншіден сол елдің тілін білу, ағылшынша білу, қытайша білу, не болмаса испанша білу, французша білу деген сияқты. Өйткені сол архивтегі мұрағаттардың бәрін іске асыру керек, оны айналымға келтіру керек, оның қазақ тарихына тым дерек ретінде қосу керек деген сияқты. Сондықтан да әрине мен ойлаймын, бұл біз 20 жылдың ішінде, 25 жылдың ішінде атқарған істер әлі, атқаратын істер, біздің алдында тұрған міндеттер көп, оны сендер апарасыңдар деп ойлаймыз. Сондықтан да әлі қазақ тарихының зерттелуі нүкте қойылмайды, бұдан әрі жалғаса береді, тарихшылар оны сіздерге жеткізеді деп ойлаймыз. Ал енді жас ғалымдарға біз сөз берейік. Вали Талапкер Асқарұлы, жалпы тарих кафедрасының аға оқытушысы. Сіз сөйлеңіз, регламентке берсін. Сосын Қаршақова Гүлмира Болатқыздарың басын. Ешарат, қадірменді оқытушылар және студенттер. Бүгінгі күнде оқитын баяндамамыз Керей мен Жәнібек тұлғаларына арналады. Және олар жайлы ортағасырлық түркі парсы дерек көздері не айтты, не жазды, сол жайлы әңгіме өтетін боламыз. Жалпы екі тұлға осы қазақ хандығының бастауында тұрып деп біз мектеп қабырғаларынан да, университет қабырғаларында айтып естіп жатамыз. Бірақ бұл тұлғалар туралы мәліметтер болғанмен олар өте аз және мардымсыз. Себебі қазақ хандығының тарихы жазба әдебиеттерге өте кедей, өте аз. Соның салдарынан біз көбіне туған қазақ халқының дерек көздерінен емес, көршілес ұлттардың, парсылардың және ағайындас түркі халықтарының деректеріне сенеміз. Қазақ хандығының негізін қалаушы тұлғалар ретінде жоғарыда өткенде Керей мен Жәнібек есімдерінің қатар аталу бәрімізге әдетті, үйреншікті жайт болып қабылданады. Әрқашанда біреуінің есімі екіншінің есімімен байланысты аталып отырады.
ол заңды дүние, себебі екеуі де саяси сахнада жұптаса қимыл еткен, билікті де үйлесімді түрде бөлісе алған. Бірақ екеуі осы 550 жыл бұрын билікті қалай жүргізді, кім жоғары болды, кім кіші хан болды, және олар осы хандық жүргізген кезде, құрған кезде өздерін кімде сезінді, қалай сезінді, осындай сұрақтар санатты көп. Және осы сұрақтар бізді ешқашанда ешкімде алаңсыз қалдыра алмас. Қазақ хандығы құрылу тарих әңгіме қозғаған кезде біз осы тұлғаларға байланысты жауаптардың көрі сұрақтарға көп кезігеміз. Жаңа айтқандай, бірақ екі билеуші туралы бізге ешқандай күмән келтірмеу керек. Бұл екі хан қалай билік етті деген сұрақ ешкімде жағымсыз ой тудырмау тиіс. Өйткені қос билік, сыңар билік мысалдары дүниежүзі тарихында көптеп кездеседі. Дәлірек айтсақ, тіпті Рим империясының негізінде болған ағайынды Ромул мен Ремнің, кейін Үндістандағы Гуптилер династиясында, Жапонияда 8-9 ғасырда Фудзивара әулеттерінде ағайынды билеушілердің билік еткенін біз көреміз. Сондықтан да бұндай дәстүрлер тек қана Қазақ хандығында емес, басқа да мемлекеттерде бар, және ол таңсық, тосын дүние емес. Қос билеушілер немесе қос билік институты Қазақстан тарихынан да өз орын алған. Мысалға, Есік қаласында табылған сақтардың Текрахауда тайпасының ханзадасы, бәрімізге атақты белгілі алтын адам, екінші бір ханзаданың егізі болғаны белгілі. Қос билеушілер ретінде түп қағанатының билеушілері Бумын мен Естемей, бірге қаған мен тоны көк, қапаған қаған мен тоны көктің қайраткерлігін мысал келтіріп айтуға болады. Жаңағы тоны көк деген тұлға үш қағанға кеңесші болған, бір уақытта мемлекеттің, былайша қазіргі күндегі түсінік бойынша мемлекеттің премьер-министрі болған, яғни уәзірі болған, үкімет басында болған адам. Сонымен қатар Керей мен Жәнібектен кейін қазақ хандарында да қос билеуші адамдар болған. Мысалға, Әбілмәмбет пен Абылай, оның алдында Тұрсын мен Есім хан, және бұлардың қос билік институты схемасына толығымен сәйкес келмейді, және осы жайт тереңірек зерттеулерді қажет етеді. Ал енді жеке осы Керей мен Жәнібекке тоқталатын болсақ, Керей мен Жәнібектің генеалогиясына тоқталатын болсақ, екеуі де бір-біріне алыс туыс болып саналады. Кейбір деректерде оларды туған бауырлар деп келтіреді, бірақ қазіргі кезеңде жаңа тың зерттеулерге сүйенетін болсақ, олар бір-біріне алыс туыс болып келеді екен. Екеуінің ата бабасы біреу ғана, ол Орыс хан. Орыс хан Алтын Орданың билеушісі 1373 пен 75 жылдары билік еткен Алтын Орданың ханы. Осы Орыс ханнан екеуі де тарайды. Орыс ханның үлкен ұлы Тоқтақия, Тоқтақиядан кейін Жәнібектің, Керейдің әкесі Болат билік етеді, Болаттан кейін Керей билік етеді. Ал Жәнібектің ата бабасы Орыс ханнан Құйыршық, Құйыршықтан кейін осы Барақ, Барақтан кейін Жәнібек тарайды. Жалпы Керей ханның билік құруы және жылнамаларда кездесетін жайттары 1773-74 жылдарға сәйкес келеді. 74 жылдан кейін дереккөздерде Керей ханның есімдері аталмайды. Сондықтан да осы жайт бізге Керей хан 74 жылы қайтыс болды деп айтуға, бізге гипотеза жасауға мүмкіндік жасайды. Ал Керей хан соңғы рет дереккөздерде Жәнібек хан қашан өлген туралы жанама деректер өте аз. Сондықтан да Керей мен Жәнібек туралы екі дереккөздер тобы кездеседі. Олар біреуі осы Орыс ханның олардың аталары Орыс хан кімнен тарайды деген сұрақ. Біздің тарихнамада екі дәстүр қалыптасқан. Орыс хан ол Жошының 13-ші баласы Тоқай Темір, немесе Жошының бірінші баласы Орта Еженнен тарайды деген дереккөздерге сүйенген пікірлер бар.
Бірінші дереккөздер тобына тоқтайтын болсақ, бұл Муиз Алансат 1426 жылы темірдің ұрпағы шақыру бұйрығы бойынша қарастырылған дереккөз. Бұл дереккөз орысқан осы Тоқай темірдің ұрпағы деп санайды. Осыны қолдайтын Тауарихи Гузидиан Нусратнаме немесе Нусратнаме 1405 жылы Орта Азияда жазылған туынды. Екінші туынды ол екінші дереккөздер орысқанды Ордай және Тарих деген дереккөздер санаты ол Мунтахабат Таварих Имуини және Аль-Гафаридің Нусах Джаханар туындысы. Және қарап байқағанымыздай барлығы барлық дереккөздер шет тілінде жазылған. Ол кезде Шағатай тілі, парсының тілінің бір буыны Шағатай тілінде жазылған дереккөздер. Міне осы бұл авторларда Қазақ хандығынан географиялық және уақыт кеңістікте алшақ өмір сүрген авторлар. Олар өз дереккөздерін, мәліметтерін жинаған кезде өз замандастарынан жинап отырған, яғни тарихи оқиғалардың тікелей куәгерлері болмаған. Сондықтан да бұл дереккөздерге біз сыни түрде қарау керек және оларды салыстыра отыру керек. Жалпы Қазақ хандығына тоқталатын болса, бұл мемлекет үлкен ірі тектоникалық өзгерістер заманда өмір сүрген мемлекет, пайда болған мемлекет. Өйткені көшпелі өркениет құлдырап жатқан кезде, Еуропада жаңа қарқын алып жатқан өркениет, теңіз жолдары ашылып жатқан кезде, оқ-дәрілер қолданысқа түсіп жатқан кезде, біздің өркениет құлдырауға түсіп жатты. Яғни олар осы заманда не белбеу кететін заманда өмір сүрген біздің хандарымыз мемлекеттікті сақтап қана қоймай, оны дамыта алды. Сондықтан да бұл тұлғаларға біз қайтадан жаңа тың деректермен қарау керек, көзқараспен қарау керек. Қорыта айтқанда мұралар бар, енді осы мұраларды мұраланатын уақыт келді. Назарларыңызға рахмет. Мынау біздің енді Оразақ Үсмауов деген антропологымыз бар, соның көп бір еңбегі бар. Этническая антропология населения Казахстана деген. Сол еңбегінде былай деп жазады, мынау кейде балалар сұрайды біздер, ағай біз осы баяғыда керемет бойымыз, жұм көзіміз көп, әппақ, керемет сұлу қалып болыппыз ғой, сол рас па деп енді. Оның енді тарихшылар оған сенбейді, тарихшылар дерекке сенеді ғой. Сол кісі жазғанда осы Қазақстанның оңтүстігін, солтүстігін антрополог дегеніміз енді ол адамның жаңағы физиологиялық жағы, сүйегін, бет пішінін соны зерттейді. Содан барып жаңа осы әрбір қазақтың өңірлерінің батысын зерттеген, оңтүстігін, солтүстігін, орталық, шығысын деген сияқты сонда қазақтың ортақ белгілерін шығарған ерекшелігі. Қазақтың орташа бойы, оның ішінде еркегі бар, әйел жынысы бар. Қазақтың мысалға жаңағы қан құрамы, қазақтың тіс белдері, қазақ халқының мінекей жаңағы монголоидтық пішіндері, беттің шығыңқылығы, шаштың қаралығы, шаштың бұйралығы, тіктілігі, көздің көктігі, көздің қысықтығы, оны қойып эпикантус дейді. Мінекей, содан кейін барып алақан бедері, осының бәрін зерттеген ғой. Сосын дененің түктілігі, беттің түктілігін бәрін салыстырған. Басқа біздің түркі халықтарымен, өзбектермен, Кавказ халықтарымен деген сияқты. Сонда қарап отырсам дейді, қазақтың қай өңірін алсақ та, мысалға өзбектерге қарағанда, түріктерге қарағанда айырмашылық жоқ дейді. Оңтүстіктің қазағы ма, солтүстіктің қазағы ма, Арқаныкі ма, Атыраудікі ма, былай қарасақ орташа белгілері бәрінікі бірдей. Ешқай өңір, ешқандай ру бір-бірінің айырмашылығы. Мысалы, өзбектерде, мысалы Самарқанд өзбектері, Ташкент өзбектері, түріктерде солтүстік османдықтар, оңтүстік османдықтар сияқты европеоидтік, монголоидтық пішіндер болып жатыр, аралас. Қазақта да ондай жоқ. Көрдіңіз бе? Ол не деген сөз? Яғни қазақ халқы құрылғанда, оған этникалық топтардың бәрі өзіне тән тілімен, жаңағы антропологиялық ерекшеліктермен, шаруашылығымен, әдет-ғұрпымен бірге кірген. Бізге алшақ басқа тайпалар кірмеген. Түркітілдес бәрін біріктіретін шаруашылығы да, діні де, тілі де бірге халықтар кірген деген ұғымға келген болады. Енді монголоидтық пішінге айтады ол кісі, қазақтардың біз енді үлкен монголоидтық нәсілге жатпаймыз, аралас европеоидтық пен монголоидтың арасындағы аралас оңтүстік сібір нәсіл тобына жатамыз. Сонда қазақтардың 60% монголоидтық пішінге келеді, 40% европеоидтық аралас пішінге келеді екен.
көрдіңіздер ме? Міне бұл яһуд, моңғол, қалмақ сияқты монғолиттік таза нәсілдерден гөрі қазақтар, яғни еуропеид пен монғолиттің арасындағы нәсілдік топқа жасады. Мен жаңа залдағы балалар қарап отырмын ішінде. Болды деген ол жай сөз, монғолдар біздің этникалық, яғни біздің ұлттық жаңа ерекшелігіміз ешқандай әсер еткен жоқ. Олар қайта монғолдың жаңа басшылары, төрелер болып қазаққа сіңіп кетті. Ал олар мысалы жаңағы басқа халықтар сияқты жаңағы жергілікті халықты ассимиляцияға ұшыратып, монғол пішіндес қылған жоқ. Біздің жаңағы осы қазір қазақтың сыртқы антропологиялық пішіні сол түрік дәуірінде қалыптасқан, содан бері өзгеріске ұшыраған жоқ. Біздің жоңғарлармен де соғыстық, орыспен де соғыстық, қырғызбен де, қоқанмен де соғыстық, бірақ басқа сыртқы фактор бізге әсер еткен жоқ. Қазақ өзінің жаңағы қалыптық қазақ қалпын сақтап қалды, көрдіңіздер ме? Міне осы жағы балалар біздің есімізде болу керек деген сияқты. Енді бір қызыққанда тағы да бір оны айтармыз. Енді бізді тағы бір сөз берейік. Қарсақова Гүлмира Болат. История казахской государственности, как уже было сказано ранее, берет свое начало в древности, начиная с саков, усуней, гуннов и других этнических общностей, которые проживали в древности на территории Казахстана. Новый этап развития государственности кочевников был связан с возникновением империи Чингисхана и государствами, образованными на территории Казахстана после ее распада. Естественным преемником предшествовавших государственных образований, которые продолжили традиции степной государственности, было казахское ханство. Образованию казахского государства предшествовали ряд политических событий. Ослабление Золотой Орды во второй половине 15 века, особенно в период Великой Смуты, заметно ускорило процесс ослабления ее отдельных частей. В это время в Восточном Кыпчаке возникло политическое образование Ак-Орда. Ак-Орду по праву можно назвать началом казахской государственности. После смерти Барах-хана власть в степи захватил Абулхаир-хан. Его владение в литературе получило условное название государства кочевых узбеков. Государство Абулхаира внешне явилось сильным, однако борьба за власть, не прекращавшиеся усобные войны привели к экономическому кризису, недовольству среди огромного числа кочевников, а также к протесту, который выразился в массовой откачевке их в Моголистан на территорию Западного Тимиречья во главе с правнуками Урус-хана, султанами Джанибеком и Киреем, основателями казахского ханства. По словам историка Мирзы Мухаммеда Хайдара Булати, они образовали свое самостоятельное государство в 1465-66 годах, казахское ханство. Становление и укрепление молодого государства происходило почти на всей территории Казахстана. В результате государственного переворота в казахской степи к власти пришла новая династия чингизидов, которая правила здесь беспрерывно 380 лет, с 1465 по 1845 годы, вплоть до упразднения казахского ханства в середине 19 века. С каждым из 34 казахских ханов связан определенный этап истории народа, курс внутренней и внешней политики, укрепление национальной государственности и сохранение территориальной целостности. Первые шаги этого государства, его внешнеполитические акции, значительный авторитет казахских лидеров, их умелое военное руководство, дипломатический талант привели к завоеванию и укреплению международного статуса казахского ханства в 16-17 веках. 15 век в истории Казахстана был поистине золотым веком. С 16 по 17 века правителями казахского ханства были выдающиеся политические деятели Хасым хан, Хакназар, Таукель хан, Исим, Джангир и Таукель хан. Усиление феодальной раздробленности в начале 18 века, тяжелые последствия джунгарского нашествия привели к тому, что старший жуз вынужден был принять власть джунгарского хунтайджи, а младшие и средние жузы приняли российское подданство в 30-40-х годах 18 века. 18 век вошел в историю казахского народа как эпоха Аблая, добившегося ценой различных политических маневров независимость казахским землям. Благодаря усилиям Аблая Казахстан в последней четверти 18 века стал одним из крупных государств в этническом плане в системе феодальных государственных объединений. В XIX веке идею претворения в жизнь незавершенной мечты многих поколений казахских родов
Объединение казахов в единое государство предпринял внук Абылая Кенесары. Он возглавил самое мощное и грандиозное национально-освободительное восстание 1837-1847 годов. Казахские ханы и султаны сыграли огромную роль в становлении и укреплении национальной государственности, а также формировании этнической территории народа в пределах исторического Восточно-Дешты Кыпчака. Отстояли ее в борьбу с многочисленными врагами. В 20 веке вопрос о независимости, создание самостоятельного государства продолжает оставаться актуальным. На заре 20-го столетия знамя борьбы за независимое развитие Казахстана подняли алашевцы, такие как Альгам Бакирханов, Байтурсынов, Жумабаев, Дулатов и многие другие. Созданное им правительство Алаш-Орда было результатом прогрессивной мысли казахской интеллигенции, противостававшей против рабской приниженности своего народа. Казахскую советскую государственность можно считать своеобразным переходным периодом от автономии к независимости, когда в недрах советского строя объективно созревали материальные и духовные предпосылки будущей независимости. История нашей государственности, в том числе и создание казахского ханства, имеет важное политическое значение. Однако возможность построить полноценное государство, получить право собственности на свою землю, проводить самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику появилась только в 1991 году, когда Казахстан по-настоящему стал независимым государством. В первые годы суверенитета и независимости Республики Казахстан президент страны Нурсултан Назарбаев сказал, что нужно продолжать работать над формированием исторического сознания нации. Несколько веков, находясь под влиянием колонизаторской политики, казахский народ был близок к тому, чтобы потерять национальные ценности, а республика переживала период застоя. И только получив независимость, Казахстан состоялся как крепкое, поступательно развивающееся государство. И сегодня наш народ стал известен как полноправный член мирового сообщества, активно участвующий в международных делах, ставящий амбициозную цель – войти в 30-ку конкурентоспособных государств. Спасибо за внимание. Балалар, соңғы бір баяндамамыз қалды. Бұл студенттік конференция болғаннан кейін бізге студенттерге де ғылыми жол ашық, ертең өздеріңді әртүрлі пәндік олимпиада, ғылыми жобаларға, республикалық ғылыми конкурсқа қатысасыңдар. Солардың бірі үміт күттіріп жүрген тарих мамандығының екінші курс студенті Садуақас Мұхамеджан. Ал енді өз әріптестерін тыңдаңдар, ұйқыларынан ояныңдар. Армысыздар, құрметті ұстаздар және студент жастар. Бүгінгі менің қозғайтын тақырыбым қазақ мемлекеттілігінің негізі және қазақ хандары. Қазақ мемлекеттілігі ол мемлекеттілік негізі мемлекетке дейінгі құрылым болып саналады. Яғни қазақ хандығынан Қазақстан Республикасына дейінгі кезең. Және осы кезеңде қазақ еліне үлкен еңбек сіңірген хандар туралы болмақ. Және де қазақ хандарының батырлығы және олардың еліне жасаған жақсылықтары осы қазақ халқы үшін сіңірген еңбектері өте мол. Және оны біздің өскелең ұрпақ, яғни қазіргі жастар біліп өссе, елді, жерді қорғауға деген өзінде бір рухани күш пайда болатыны рас. Алғашында қазақ хандығының территориясы батыс жетісу жері, Шу өзені мен Талас өзенінің алабы еді. Әбілхайыр хандығының аласапыран соғыс салдарынан күйзелген қазақ тайпалары бұл арада ес жинап, етек жауып, экономикалық тұрмысы түзеле бастады. Мұны көрген көшпелі тайпалар қазақ хандығына бірікті. Керей мен Жәнібек 1465 жылы қазақ хандығын құрды. Және бұл туралы Мұхаммед Хайдар Дулати өзінің Тарихи Рашиди атты еңбегінде атап өтті. Жаңа құрылған қазақ хандығының алдында мынандай үлкен тарихи міндеттер тұрды. Біріншіден, мал жайылымын пайдалану, Дешті Қыпшақ даласында бұрыннан қалыптасқан дәстүрлі тәртібін қалпына келтіру. Екіншіден, шығыс пен батыста сауда керуен жолының үстінде орналасқан Сырдария жағасындағы Сығанақ, Созақ, Отырар, Яссы және тағы басқа қалаларды қазақ хандығына қарату. Себебі бұл қалалардың саяси экономикалық және соғыс стратегиялық маңызы зор еді. Ал үшіншіден, қазақ тайпаларының басын қосып, қазақ этникалық территориясын біріктіру болды. 1468 жылы қыста Әбілхайыр ханның дүние салуы қазақ хандығының нығаюына және оның
көлемінің кеңеюіне жағдай туғызды. Қазақ хандары Әбілқайыр ханның мұрагерлеріне қарсы күресте олардың ішкі сыртқы қайшылықтарын толық пайдаланып, 15 ғасырдың 70 жылдарында қазақтар Сырдария бойы мен оған жағалас Қаратау өңірін басып алды. Алайда қазақ хандары Сырдария жағасындағы қалалар үшін Әбілқайырдың немересі Мұхаммед Шайбани ханмен 30 жыл бойы күрес жүргізді. 16 ғасырдың басында Керейдің ұлы Бұрындық хан мен Жәнібектің ұлы Қасым хан тұсында нығайған қазақ хандығы осы ғасырдың 20 жылдары әлсірей бастады. Қазақ хандығын нығайтуға қажырлы қайрат жұмсаған Қасым хан дүние салғаннан кейін оның мұрагерлері арасында өкімет билігі үшін ішкі талас пен қырқыстар туды. 16 ғасырдың 20-50 жылдарында қазақ хандығының тарихы деректері мардымсыз, яғни ол кезеңдегі деректер өте аз болады. Және осы кезді толық зерттеген көбінесе және ағалар айтып өткендей, бұл материалдарды көбінесе шет елдерден, яғни көршілес елдерден ала аламыз. Кейіннен бұл кезеңде қазақ хандығының басына Қасымның ұлы Мамаш хан келіп, Жәнібек ханның немересі Қасым ханның інісі Әдік сұлтанның ұлдары Тахир хан мен Бұйдаш хан бұл кезеңдерде бірнеше хандар билік жүргізді және қазақ хандарының феодалдық қырқыстар өсіп, көрші елдермен көпшілігімен, яғни көрші елдермен қырқыстар болды. Шайбани әулетімен, Ноғай ордасымен және Моғолстан хандарымен қырқыстар туындады. Нәтижесінде мемлекеттік билік құлдырап, мемлекеттің шекарасы қысқара түсті. Қазақ хандар Қасым ханның ұлы Хақназар хан билік еткен 1538-1580 жылдары қайтадан бірігіп дами түсті. Ол қазақтар мен қырғыздардың патшасы деп аталды. Хақназар хандық құрған кезде Еділ мен Жайық аралығында орналасқан Ноғай ордасы ыдырап, оған қарасты көшпелі тайпалардың бір бөлігі қазақ хандығына келіп қосылды. Хақназар хан қазақ хандығының сыртқы саясатын өзгертіп, өзінің бұрынғы жауы, яғни үнемі жауласатын шайбанилық Бұхара хан 2-ші Абдулламен одақтық келісімшарт жасасты. Мұның өзі соғыстарды тоқтатып, бейбітшілік орнатып, қазақтың Орта Азия халқымен сауда-саттық қарым-қатынасын және экономикалық байланысын дамыта түсті. Қазақ хандығының нығая түсті. Бірақ Хақназар ханды 1580 жылы Абдулла ханның қарсыласы Ташкент билеушісі Баба Сұлтан Астыртын өзінің адамын жіберіп өлтірді. Хақназар хан қаза болғаннан кейін Жәдік сұлтанның баласы Жәнібек ханның немересі Шығай 1580-1582 жылдары хан болды. Оның өміріне қатысты мәліметтер тарихта аз сақталған. Шығай хан қазақ хандығының сыртқы саясатында Хақназар хан ұстанған бағытты жалғастырды. Ол Шайбани мұрагерлерінің арасындағы қырқыстарды өзіне пайдаланды және қазақ мемлекетін нығайтты. 1582 жылы Шығай ханнан кейін таққа Тәуекел хан отырды. Тәуекел хан Сырдария бойындағы қалалар үшін Абдолламен күрес бастады. 1598 жылы Тәуекел хан 100 мыңға жуық әскерімен Мауреннахрға басып кіріп, Ақси, Әндіжан, Ташкент, Самарқан қалаларын басып алды. Бірақ Бұхараны қоршау кезінде Тәуекел хан ауыр жараланып Ташкентке келіп қаза болды. Сырдарияның орта ағысындағы Ташкент, Сайрам және тағы басқа бірнеше қалалар 200 жыл бойы қазақ хандығының құрамында болды. 1594 жылы Тәуекел хан өзінің құл Мұхаммедті, яғни Мәскеу патшасы Ивановичке аттандырды. Федор Ивановичке аттандырды. Елшіліктің бір мақсаты 1580 жылы Сібір ханы көшіммен соғыс кезінде тұтқынға түскен Тәуекел ханның немере інісі Ораз Мұхаммед сұлтанды орыс тұтқынынан босату еді. Осы елшілік туралы жазбаларда Тәуекел хан қазақ пен қалмақтың патшасы ретінде көрсетілген. Тәуекел хан бір қатар жоңғар руларын билеген және Ташкент, Түркістан, яғни Сырдың орта ағысының мекендеген қазақ хандығының экономикасына, қоғамдық және саяси құрылысына күшті ықпал етті. Орта Азия мен Қазақстан арасында мәдени сауда байланысы дамыды. Тәуекел ханның орнына 1598 жылы хан болған есім Аштархани әулетінің өкілдерімен жасасқан келісім бойынша қазақ хандығының құрамына қалалармен бірге Түркістан аймағы Ташкент қаласын кіргізді. Осы кезде болған тағы да бір тарихи оқиға көшім хан билеген Сібір хандығының жойылуы еді. Бұрын Сібір хандығының қол астында болған қазақ тайпалары қазақ хандығына бірікті. Есім хан қазақ тарихында еңсегей бойлы Ересін деген атпен әйгілі болған.
Оған бұл атақ 1598 жылы ағасы Тәуекел ханмен бірге Мауреннахрға жасаған жорықта ерлігімен ерекше көзге түскен үшін берілген. Есім ханның ескі жолы деп аталатын заңдар жинағы жиналған. Есім хан 1628 жылы қайтыс болып, Түркістан қаласындағы Ахмет Яссауи кесенесінде жерленді. Есім ханның мұрагері Жәңгірдің өмірі қазақ хандығы жауларымен күресте өтті. Жәңгір хан билік құрған жылдарда Сырдария бойы қалалар үшін Орта Азия хандығы, Аштархани әулетінің өкілдерімен және Жетісудағы жайылымдар үшін қалмақтар мен қақтығыстар тыйылмады. Жәңгір ханның ұлы және мұрагері Тәуке хан қазақ хандығын 1680-1715 жылдар билік құрды. Ол асқынған ішкі феодалдық алауыздық пен бытыраңқылықты жойып, бір орталыққа бағынған қазақ хандығын құруға қажырлы қайрат жұмсады. Хандық билікті күшейтуге бағытталған реформалар жүргізді. Халық зердесінде Тәуке ханның заманы қазақ хандығының ең бір өркендеген, қой үстіне боз торға жұмыртқалаған заман, алтын ғасыр деп еске алынады. Билер кеңесін құрып, оның билік аумағын кеңейтті. Билердің әлеуметтік тегі тек ақсүйек табынан болмағанын ескерсек, қарапайым халықты мемлекетті басқару жүйесіне тарту Тәуке ханның кезінде өте қатты жүрді. Тәуке хан заманында құрастырылған жеті жарғы атты заңдар жинағы 17 ғасырдағы қазақ қоғамының саяси және әлеуметтік өмір қажеттілігінен туған қаулылар еді. Одан кейін билік құрған Абылай хан қазақтың ең бір арқалы, яғни ең бір жақсы саясат жүргізе білген ұлы хандардың бірі болды. Қорытындылай келсек, 3,5 ғасырдан астам тарихы бар қазақ хандығы біріншіден біздің заманымыздағы дейінгі бірінші мыңжылдықтан бастап біздің заманымыздың екінші мыңжылдығының ортасына дейін Қазақстан аумағында өмір сүрген мемлекеттердің заңды жалғасы мұрагері болса, екіншіден 15 ғасырдың ортасынан 19 ғасырдың бірінші ширегіндегі қазақ халқының ұлттық сипатта қалыптасқан мемлекет болып саналды. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің тарих толқынында кітабында қазақ хандығы Орталық Азиядағы тұңғыш ұлттық мемлекет деп ерекше атап өтті. Құлақ салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Ал енді балалардың Абылай ханмен аяқталып, енді Абылайдың заманы бәрі білеміз ғой. Енді мынау кейбір деректерде Абылайдың 12 айыл, кейбір деректерде 15 айыл бар деп жазады. Енді 30 жыл, 40 жыл болған ғой. Енді онда 70 бала енді бір ауылда бар ма жоқ па. Бірақ енді Абылайдың ішінде, осы ұлдардың ішінде атын шығарған енді сол Қасым және Шыңғыс балалары. Бірақ Вәли мен Қасымның балалары. Бірақ қарасақ екеуінің жолы екі түрлі. Қасымның балалары, Қасым Сұлтанның балалары, Кенесары, Саржан, Есенгелділер, олар азаттық жолын, күресу жолын таңдап алды. Сол жолда құрбан болды, білеміз ғой бәрі. Тіпті Вәлидің балаларымен де соғысты. Ал мынау Вәли, Шыңғыс, одан Шоқандар, Айғаның әжеміз деген сияқты, олар негізінен басқа жол, яғни оқу, білім, ағарту жолдарын таңдап алды. Тіпті Қасымның балалары сол Айғанның отырған жаңағы қонысында шауып кеткен. Бірақ дегенмен біз сол үшін екі бала Абылайдың екі ұрпағын жазғыра аламыз ба? Жоқ, әрине. Екеуі де, екі ұрпақта, екі бағытта осы қазақ халқына қызмет етті. Бір бағытта, бір ұрпақтар үрімбі дағы, яғни қолдарынан найза қылыш алып азаттық жолына ашық күреске шықты. Екінші ұрпақтары оқу біліммен Шоқан сияқты, Шыңғыс сияқты, жаңа Шота Рыстың Уәлиханшың аталары осы Петербургда оқып, елге мектеп ашып, балаларды оқуға тартты. Сондықтан да біз ата-бабаларымыз жазуға біздің хақымыз жоқ. Қалай болса да, қандай жолықтан болса да, тіпті қызыл болсын, ақ болсын, большевик болсын, ұлтшыл болсын, олардың бәрі де осы халқымыздың болашағына, тарихына, келешегіне, ұрпақтарға қызмет етті деп ойлаймыз. Сондықтан біз оларды біздің тұрғымыздан, олардың заманы басқа, кезеңдері басқа, біз оларды жазғыра аламыз ба? Жоқ, әрине. Сондықтан біз оған құрметпен қарауымыз керек. Осымен балалар енді баяндамамыз аяқталды. Енді бір қарарымыз бар. Әрбір конференцияның бір резолюциясы болады, одан кейін арнауы болады. Мына біздің болашақ ақынымыз Күләш Нұрсанбек, міне филология факультетінің екінші курс студенті, осы бүгін өзінің замандастарына, осы үлкен біз білер ғасырлар алмасып,
ай жылдар ауысып, сені де ұлт етер, жұрт етер күн туды. Сан ғасыр сақтаған төзімін тауысып, жау жүрек ұлдарың, жауына шоқынды. Есімі ерлікпен, өрлікпен астасқан Керей мен Жәнібек елдікке ұмтылды. Көкбөрі халықтың ұрпағы бас қосқан, көк аспан астында көтерді бір туды. Біздің ел ұшқанда қыранның қанаты талатын, дарқандай далаға ордасын тіккен ел, бодандық бұғауға бағынбай қалатын, тізесін тәңірдің алдында бүккен ел. Елімнің еңсесі елдікті қалайтын, досқа да жауға да көзі бар тіктенер, жоғынан бар жасап шыртығын шамайтын, біздің ел жаманнан жақсыны күткен ел. Хандарын ұлықтап, төбеге көтерген, Тәуке есім, Қасым мен Абылай, Кенедей, ұлтының алдында парызы өтелген ұлдарай, әр сөзі атылған жебедей, биі бар бір іске, бір сөзі жететін, ойында толқын бар, тасқын бар телегей, ақын бар өлеңі өңменнен өтетін, жартасты жаратын, ең алып кемедей, ұлтым деп ұрандап жауына шабатын, қынапта жатпайтын алдаспан қылышым, қабанбай, бөгенбай, сырым мен есеттей, ұлдарын ұмыту ұлт үшін ұлысын. Беріде Бауыржан, Рахымжан Талғаттай, батырын мадақтау, мәртебе жыр үшін Сәбира, Ләззат, Ербол мен Қайраттай жастарды шерлеткен, желтоқсан құрысын. О, Тұран, тағдырың тауқымет тартқызып жатса да, шыдадың, болашақ біз үшін берілмей, 5,5 ғасырды жер беті түгілі, ғарыш пен мұхитта тойласын ерінбей, білемін тамыры одан да тереңге жайылған, қуатты намысы нар еліміз, мейлі әлем қол сілтеп сенбесін нанбасын. Біз қазақ әлмисақ кезеңнен бар еліміз, кейінде бар болмақ, болашақ ұрпақтың, қанында қайнаса қасқырдай қазақтық. Ей әлем, білмесең, біліп ал бұл жұрттың, ендігі аты да, саты да азаттық. Қалыңға қояп бердің ол. Ал енді расында да ғарышта осы ұлы той тойланып жатқан кезде қазақтың 3-ші ұлы Тоқтар мен Талғаттан кейін Айдын Айымбет ғарышқа барып келді, білесіңдер ғой. Космостан аман-есен келді, халықаралық экспедиция құрамында. Ол да бізге үлкен мәртебе. Қандай мынау КСРО халқының ішінде түркі халықтарын айтпай-ақ қойып, қандай ғарышкерлер мінекей осы аспанға ұшып жатыр, осындай үлкен ғылыми жобаларды іске асырып жатыр. Осыдан мінекей оның осындай үлкен ерлікті президентіміз өзі дәріптеп қарсы алды. Енді бүгінгі мынау резолюцияны қабылдаймыз қазір. Сонымен осы мүмкіндікті пайдалана отырып, бүгінгі студент конференцияға атсалысқан университетіміздің кітапханасы, міне қыздарымыз отыр мына жерде. Көрме ұйымдастырған университетіміздің ғылыми бөлімі Әлбек Қабыкенұлы, Тұрқыбайұлы Әлбек Қабыкен, бөлім басшысы, университеттің тарихи бөлімі, және Қазақстан тарихы және Қазақстан халық ассамблеясының кафедрасы Гүлнар Төлегенұлына бастаған атсалысқан барлық осы біздің жанашыр қауымға үлкен рахметімізді білдіреміз. Енді өздерің кеше ғана 1 қыркүйекте білім бөлімінде бүкіл бірінші курстардың атынан құттықтап сөз сөйлеген өзіміздің Динарамыз бар, Мырзахметова, педагогия психология мамандығының 1-ші курс студенті өзің деп біз бүгінгі конференцияның қарарын, яғни резолюциясын оқып жүреді. Соны қабылдайық та, бұл осының бәрі ертең Алау газетіне университеттің, одан кейін облыстық телевидениеге бәріне шығады. Айдар Қажанұлы. Мен жаңа Құдаштың жылдары білмеймін, Жамбыл
Жамбыл Жабаевтың Ленинградтағы блокадаға арнаған жырларынан кем болған жоқ деп ойлаймын. Ал Динара, саған сөз. Қазақ хандығының 550 жылдығына Тоқтаймыз, арналған. кім? Ал. Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған қазақ мемлекеттілігі өткені және бүгін атты студенттік ғылыми практикалық конференцияның қарары. Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған қазақ мемлекеттілігі өткені және бүгінгі атты студенттік ғылыми практикалық конференциясына қатысушылары сөз сөйлегендердің баяндамаларын тыңдай және талқылай келе қойылған мәселелердің жоғары өзектілігін атап көрсетті. Конференция мүшелері өз баяндамаларында қазақ хандығының Еуразия кеңістігінде күрделі этно-саяси және этникалық мемлекеттік тарихи процестердің объективті және логикалық нәтижесі ретінде 1465 жылы құрылды деген ортақ пікірге келді. Бұл оқиға қазақ халқы тарихтан бірінші кезекке келгенде ұлы даланың жаңа дәуірі басталды дегені. Осы сәттен бастап халық көрші мемлекеттермен қатыгез соғыс жағдайында өз мемлекетін құрып және барлық қазақтарды орталықтандырылған бақылауға біріктіру, сыртқы жаулармен қарсы күресте өз мүдделерін қорғау, қазақ халқы мекендеген аумағын дәмеленуден қорғап қалу және оларды бірыңғай мемлекеттік өрт шеңберінде бекіте түсу, бүкіл халықтың мүддесіне жауапты үкімет, әкімшілік және соттардың жүйесін құру сияқты ең маңызды тарихи міндеттерін шешуге қол жеткізді. Конференция қатысушылары қазақ хандығының тарихын зерттеу және қазақ мемлекеттілігінің дамуы, қазақстандық сәйкестілік және ұлттық бірлікті нығайтуына, қоғамның рухани және мәдени консолидациялауына мүмкіндік туғызуына көз жеткізді. Бұл конференция студенттер тарихи санасын қалыптастыру, қазақстандық патриотизмді және азаматтық белсенділікті тәрбиелеу үшін маңызы зор. Осыған байланысты қатысушылар мынадай қарар қабылдады. Біріншіден, ұлттық тарихтың іргелі тарихи оқиға ретінде қазақ хандығының құрылуының тарихи маңыздылығын одан әрі талқылау үшін куратор сағаттарын жүргізу. Екіншіден, пәнаралық деңгейде қазақ мемлекеттігінің мәселелерін зерттеу үшін басқа мамандықтардың студенттерін тарихи зерттеулерге таратуды қажет деп санаумыз. Мысалы, электрондық карталар дайындау негізінде тарихшылар, географтар, информатиктер, студенттер бірлесі. Қазақ еліне 550 жыл атты ғылыми тұрақты жылжымалы көрме ұйымдастыру. Қарар конференция қатысушыларымен бекітілді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен бүгін конференция өзінің жұмысын аяқтады. Барлық қатысушыларға көп рахмет айтамыз. Сау, саламат болыңыздар. Пайдасы болды ма?